Маңғыстауда 16 мектеп пен 42 балабақша басшысыз отыр. Сондай-ақ 3 колледжге де лайықты директор табылмай тұр. Бұл туралы білім саласына қатысты өткен жиында айтылды. Мамандардың сөзінше өңірде мектеп басқаруға келгісі келетіндер аз. Ал бастық болам деп үміттенгендердің біразы мемлекеттік аттестациядан өте алмаған. Мәселен, бұл лауазымға 57 адам бағын сынап көріпті. Алайда оның 9-ы тест тапсыра алмаса, 7-еуі тиісті комиссияның сұрақтарына жауап бере алмай сынақтан сүрінген. Білікті маманның табылмауы білім сапасына да кері әсерін тигізуде дейді жауаптылар. 16 директор қазір өздерінің орнын босатты, бірақ біздер қазір директорлық орынға конкурс беріп жатырмыз. Енді өкілеттік мерзімі біткеннен кейін олар әрине қатыса алады, бірақ тесттен өтпей қалды деген сөз ол заңдардан ғой. Енді бір соншама өте төмен директорлар деп айта алмаймыз. Бүкіл біздің білім сапамыз, біздің жұмысымыз, бүкіл сатып алулар, тамақтандыру, одан басқа бүкіл процесс осы мектеп директорына байланысты. Білім саласында мәселе жетерлік. Өңір мектептерінде әсіресе мұғалімдерге заңсыз артық сағат қою мен ұстаздарды арнайы сертификатсыз жұмысқа қабылдау тыйылмай тұр. Сол себепті жауаптылар осындай сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін ішкі аудит жұмысын жандандыруды қолға алмақ.